Рухани жаңғыру реформалармен біте қайнасып жатыр. Бұл қоғамға аса қажет дүние. Технологиялық жаңарумен қатар адамның сана сезімін сілкіндіруге мемлекет мән бермек. Елбасы ұлттық сана, білім мен бәсеке, ұлттық бірегейлікті сақтау қағидаттарына терең үңілді. Елбасының жарық көрген мақаласында жақын жылдарға берілген тапсырмасының бірі латын әліпбиіне көшуге нақты дайындықтар жасау. Қазақстан 2050 стратегиясында 2025 жылдан бастап латын әліпбиіне ауысу керектігі туралы айтылған. Мұндай өзгерістен біздің елдің ұтатын жері көп. Мақсат айқын 2025 жылға қарай іс қағаздарын, мерзімді баспасөзді, қала берді оқулықтарды латын әліпбиімен басып шығара бастауымыз керек. Ол үшін биылдан қалдырмай ғалымдар қоғам өкілдерімен бірлесіп, қазақ алфавитінің жаңа тұрпаттағы бірыңғай нұсқасын қабылдау қажет. Жалпы алдағы 2 жыл ұйымдастыру және әдістемелік жұмыстарға арналады делінген. Бұл кириллицадан кетіп қалып, тек қана осы басқа жаққа кетейік деген саясаттан шығып отырған жоқ. Түбегейлі мәселе. Мысалы, кириллицаның ішінде бізге грамматикамызда, сөздігімізде керек емес әріптер бар. Мысалы, қазақта ш деген сөз жоқ, я деген сөз жоқ. Японияны жапон дейміз біз. Солай ғой? Твердый знак, мягкий знак деген жоқ, ч деген жоқ, ц деген жоқ. Оның барлығы қазір біздің алфавитіміздің ішінде отыр, пайдаланбайды. Пайдаланса, біздің тіліміздің негізгі нұсқасын бұзып жібереді. Бір. Екіншіден, латын әрпіне көшкенде біз орыс тіліне қашып кетейін деген жоқ. Алып қашпа сөзбен осыны кейбіреулер саясаткерлер айтады, әсіресе орыс тілінде. Әліпби тек қана қазақтың тіліне байланысты мәселе. Орыстың тілінде кириллицада орыс басылымдары шыға береді. Латын әліпбиіне көшудің кестесі жасалу керек. Президент Нұрсұлтан Назарбаев үкіметке осындай тапсырма берді. Егемен Қазақстан газетіне жарияланған болашаққа бағдар рухани жаңғыру мақаласында бұл мәселеге неғұрлым дәйектілік қажеттігін терең түсініп, байыппен қарап келеміз және оған кірісуге тәуелсіздік алғаннан бері мұқият дайындалдық деп жазады президент. Алдағы 2 жылда ұйымдастыру және әдістемелік жұмыстар жүруі тиіс. Қоғамдық және гуманитарлық ғылымдар бойынша жаңа гуманитарлық білім, қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық жобасын қолға аламыз делінген аталған мақалада. Мен 2012 жылғы желтоқсан айында жария еткен Қазақстан 2050 стратегиясында 2025 жылдан бастап латын әліпбиіне көшуге кірісуіміз керектігін мәлімдедім. Яғни 2025 жылға қарай іс қағаздарын, мерзімді баспасөзді, оқулықтарды бәрінде латын әліпбиімен басып шығара бастауға тиіспіз. Ол кезеңде таяп қалды. Сондықтан біз уақыт тоттырмай бұл жұмысты осы бастан қолға алуымыз керек. Үкімет қазақ тілін латын әліпбиіне көшірудің нақты кестесін жасау керек. Латыншаға көшудің терең логикасы бар. Бұл қазіргі заманғы технологиялық ортаның коммуникацияның, сондай-ақ 21 ғасырдағы ғылыми және білім беру процесінің ерекшеліктеріне байланысты. 22 жылдан бастап бірінші сыныптан түгел соған көшсек, сонда ары қарай кете беретін болады. Бұл үлкен саяси мәселе. Барлық елдерде солай болған. Бұған түсіндіріп, білдіріп, ешкімді біз кемітейін деп, ешкімнен ала қашайық деп жасап отырған емес. Бұл қазақ тілінің мүддесі сақтап қалуымыз үшін жасап отырған үлкен тарихи мәселе. Сондықтан бұны шолып өтетін көзқараспен емес, түбегейлі мағыналы түрде жасауымыз керек. Латын әліпбиіне көшу өткенімізді қайтарумен тең. Көшу емес, қайта оралу дегеніміз анағұрлым дұрысырақ болар. Себебі 1929-40 жылдар аралығында біз осы әліпбиді ұстандық. Қазақ тілі әліпбиінің тарихы тым тереңде. 6-7 ғасырларда Еуразия құрлығында архоненси жазулар қолданылғандығы тарихтан мәлім. 15 ғасырға дейін түркі тілі аталған құрлықтың аса ауқымды бөлігінде ұлтаралық қатынас тіліне айналды. Халқымыз ислам дінін қабылдағаннан кейін руникалық жазулар біртіндеп ысырылып, араб әліпбиіне көштік. 900 жыл бойы қолданылды. Ал 1924 жылы қабылданған қаулы негізінде латын әліпбиіне көшу қажеттігінің туындағанын алаш зиялылары дәлелдеп берген болатын. 29 жылдан 40 жылдарға дейін біз латын әліпбиін пайдаландық. Енді ол кездегі пайдалану ол жалпы басқа саясаттың негізінде болды. Қазіргі біздің оралуымыз, бұл оралуымыз, бұл кәдімгі ұлт үшін, ел үшін, жұрт үшін өте пайдалы, әбден екшелген, әбден заманның талап тілектерінен өткен. Алаш арыстарының бұл бастамасы тарих сахнасында бірнеше жыл ғана сәт қарып, кейін орыс кириллицасына ауысты.
тәуелсіздік алған күннен бастап қазақ тілін көтеруге баса назар аударды. Соның нәтижесінде бүгінгі күні мысалы қазақ тілінде білім беретін мектептердің саны 70%-ға жетті. Ал 2025 жылға қарай қазақстандықтардың 95% қазақ тілінде сөйлейтін болады. Осының барлығы, соның ішінде латын әрпіне көшу, тіліміздің мәртебесін күшейту жолындағы нақты қадамдар. Латын қарпіне көшсек, әдебиетіміз бен жазба дүниелеріміз дүниежүзілік тілдерге тікелей аударылатын болады. Ғаламтордағы ақпараттардың 80% латын қарпінде жазылса, іздеу жүйелерде ақпараттарды латын қарпімен іздестіреді. Цифрлық технологиялардың да негізі латын қарпінде. Латын әліпбиі түрік халықтарының ауызбірлігін арттырып, әлем қазақтарын біріктіреді. Енді осы латын алфавитіне көшу арқылы барлық Европа, Америка қаласындағы барлық біздің керекті құжаттардың бәрімен танысуға толық мүмкіндік ашылады деген сөз. Қазақ тілінде 28 дыбыс бар, алайда жұмыс тобы ұсынып отырған әліпби 25 таңба мен 8 диграфтан тұрады. Бірақ бұл ана тілінің бүкіл дыбыстық жүйесін беріп тұр дейді мамандар. Жобаны жасау үшін жауапты тұлғалар 5 ай бойы еңбек етті. Ғалымдардан бөлек зиялы қауым өкілдері, сарапшылар, мемлекеттік орган мен азаматтық қоғам мүшелері бір кісіде атсалысты. Бұл іске жалпы саны 2,5 мың адам жұмылдырылып, 20-дан аса ғылыми конференция өтті. Мамандар келіп түскен 100-ден аса әліпби үлгісінің ең тиімдісін таңдаған. Түптеп келгенде бұл 6 бағыттың бәрі отансүйгіштікке үндейді. Туған жер, тіл, тарих, білім мен ұлттық сана. Өркениетті елдермен тереземізді теңестірудің төте жолы осы құндылықтарды жаңғыртуда жатыр.